Ассалаумағалейкум достар, домалақ бастар. Сіздердің алдыңызда Таңғы Принц және де оның қасында Қабақтай Гайкі бас достар. В общем, бұл видеода мен дейтін денемді қытырлатып, в общем, бұлшықеттерімізді максимально түрде шығаратын боламыз достар. Өте үлкен болатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріп кетіңіздер достар. Егер соңына дейін көрмес бұрын, бастамас бұрын төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Подписаться тіркеліп кетіңіздер және де лайк басып кетіңіздер достар. Тіркелген болсаңыздар, лайк басқан болсаңыздар, біз видеоға кеттік достар. В общем, достар, біз өткен видеода құл темірлерді тасыған болатынбыз. Бауырлар, чё там, қалайсыздар? Качок бауырлар, көрсет, мускулаңды көрсет. Не деген качок дейтін олар, базар жоқ достар. Не деген керемет қараңыздар. Давай, ай хорош, не деген кайф. Қараңыздар достар, бұл шығыттерін кәдімгідей көрсетіп қойды достар. Давайте біз кеттік, видеоға көштік. Так, біз ол басталмас бұрын 10 миллионға денемізді пытырлатамыз достар, қараңыздар. 10 миллионға денемізді қытырлатамыз достар. 8222 энергия бар. Не деген рахат. Базар жоқ достар, қараңыздар, біз дейтін сильный танк болдық достар, көрдіңіздер ма? Сильный танк 8640 болды достар. Енді бізде 3 миллион энергия қалды достар, қараңыздар. Принц Абалыш қолыңды сындырып алмас, принц. Базар жоқ. Не деген рахат, денеміз пытыр достар. Есіліп тұрмас сіздерге достар. Не деген рахат дейтін. 8700 болып кеттік достар, қараңыздар. Сильный танк, 1 миллион энергия бар әлі достар. 84.000 энергия болып отыр, қараңыздар. Бір тренировка 85.000 болды достар. Қараңыздар, соңғы энергияларды жасап жатырмыз. Не деген рахат дейтін. Достар, осы тренировка жасағанда рахат алам достар. Денеміз қытыр. В общем, достар, керемет достар, өте керемет. Так, енді достар, біз энергия жинауға көштік достар. Осы алдағы видеода өте қызықты болады. Мыналардың барлығын, құл темірлердің барлығын смело тасимыз достар, қараңыздар. Мынау Пикачтың үшеуін әрең таситеміз достар. Сәл біреуін тастаймыз ба, әлде таси береміз ба? Давайте өтшіказ біреуін тастап көреміз ба, әлде жоқ тасып көреміз ба? Қараңыздар достар, анау не деген качок дейтін. Примерно қазір қараңыздар, бізге қанша энергия қосты? 1 миллион, почти 1 миллион энергия қосты достар. Қараңыздар, мен дейтін құл темірлер деген алып атырым. Пикач деген бұл жауынгер достар, бұрынғы заманда соғысқан жауынгер. Қараңыздар, дейтін кәдімгі сауыт саймандарды кигізіп тастаған достар. Базар жоқ. Мұнан қараңыздар, қандай качоктары бар секіргенде деген. Менен де өтеді ғына дейтін. Базар жоқ, брат, денеңе разамын. Так, достар, біз дейтін 2 миллион 260 мың энергия жинадық достар. В общем, осылай 1 миллионнан қоса береміз. Одан кейін достар, ең қызығы, өте көп энергия жинаған соң, бір 5 миллион немесе 10 миллион энергия жинаған соң, денемізді қытырлатамыз достар. Қытыр ғой, в общем, достар. Өміріміз сол ғой біздің. Денеміздің качок принцтің өмірі, в общем, қытыр. Қысқада нұсқа достар. В общем, біз массивный танк болдық. Бағана сильный танк еттік қой. Бағана қара тренировка жасап жатқан енді массивный танкпыз достар, қараңыздар. Бізге бұдан артық және де ана гидраны тасу керек. Ойланыңыздаршы достар. Мыналардың барлығын алғанның өзінде әрең тасып жатырмын. Ал гидраны алатын болсақ, яғни 2 басты айдаһарды алатын болсақ, бұлардың ешқайсысын таси алмай қаламыз. Себебі ол дейтін салмақ достар. Не деген? Мынау менен кішкентай екен достар. Мен мынаны мақтап қойым, менен кішкентай екен достар. Қайда кетіп баратсың, бауырым? Гайкі бас берген. Мынау дейтін, достар, тоқтамайды. Қайда кетіп баратыр екен достар? Так, мына жерде адамдар жоқ, достар. Кәдімгі біз өзіміздің немізді, жұмысымызды атқара береміз деймін. Білмеймін, әйтеуір қызықсыз болып кетті дейтін. Мына жақтарда ешқандай адам жоқ. Адам кішкентай балалар гайкі бастар болмаса қызықсыз болады екен достар. Ал егерде көбейіп кететін болса, ыңғайсыз болады, себебі тіреліп, тақалып, в общем, быт болады достар. Энергия жинай алмайсың. Не тренировка жасай алмайсың. Аяқтың астында шұбатылып гайкі бастар жаман ашуымды келтіреді достар.
буст жасап берейін десе қашып өздерінше болып қатайып маған егер де буст жасап бергенде мен дейтін смело без проблем рахаттанып отыратын едім, рахмет айтып кәдімгідей. В общем, сол достар, өте керемет энергия дейтін жинап отырмыз. 5 миллион энергия жапсаппыз ғой, базар жоқ достар. Мен байқамай қаптым өзімнің 5 миллион энергия жинағанымды да. Қараңыздар достар, гайкыбастар дейтін кәдімгідей жүгіріп жүр. Қараңыздар, мынау дейтін мен денеме деген сынып тұр ғой, сынып. Базар жоқ деп тұр ғой примерно. Қараңыздар достар, анау дейтін гидраны тарта алмай жатыр. Бауырым пұтыңа түсіп қоймай әйтеуір. Мә, қараңыздар достар, өте гидра деген өте ауыр достар. Пикачты алыпты ғой. Пикачтың біреуін әрең тасиды, ал біз бәрімен қосып 3 пикачты смело тасимыз достар. Смело дегенде енді қатты смело емес, нормально орташа тасимыз достар. Достар, содан соң осы жерден өтіп кеткендеріңіз бар ма? Өздеріңіздің осы ойынды ойнаған болсаңыздар, осы нелеріңізді жаза кетіңіздер, күштеріңізді. Менде 8840 болып тұр ғой қазір. Сіздерде қанша соны жаза кетіңіздер, қай жерде жүрсіздер, сосын алда не болады соның барлығын жаза кетіңіздер достар. Маған себебі өте қызық. Так, қараңыздар, давайте тренировканы басып алайық достар, 7 миллионға қысырлат. Бас, принц, тренировканы. Бас, өзіңнің алапат күшіңді қос, принц. Не деген рахат, мә, достар. Достар, біз дейтін 9270 күшке не істедік. Мега танк достар, мега. Обычный танк емес, біз басында не маленький детский танк болдық қой, естеріңізде ма? Кімнің есінде достар, өткен видеода көрмеген болсаңыздар каналға өтіп көріп кетіңіздер достар, осы видеодан кейін. Сол кезде біз детский танк болған болатынбыз, ол кезде құл темірлерді тасып қытырлатып тренировка жасап детский танк болған болатынбыз. Ал енді біз дейтін мега танкпыз достар. Детский емес, обычный детский үйдегі танк емес ол достар. Мега танк, мега. Үйдегі кәдімгідей ойыншық балалар ойнайтын танк емес ол дейтін. Ол мега танк. Кәдімгі. В общем, мега деген сөздің мағынасы бұл грек тілінен аударғанда өте алып деген мағына. В общем, алып болдық қой біз дейтін. Міне анау танк бопты достар. Танк деген ол менің ойымша менен кішкентай себебі или бізден үлкен болуы мүмкін. Енді білмеймін, алдағы уақыттарда көреміз. Алдағы уақытта егерде біз танкі болатын болсақ, ол бізден үлкен болған деген сөз достар. Қараңыздар достар, ана гидро деген қараңыздар. Гидро бұл су айдаһары. Гидро деген бұл грек тілінен аударғанда су деген мағынаны береді достар. Сіздерде енді жалпы просто ойын видео көріп отыра бермей, кішкене ақылдарыңызды қосып отыруларыңыз үшін мен барынша өзімнің еңбегімді салып жатырмын достар. Сондықтан да видеоға аямай лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар төменде подписаться деген қызыл кнопка бар, соны тіркеліп кетіңіздер достар. Гидро деген жалпы айтқанда екі басты айдаһар, яғни су айдаһары, су. Обычный айдаһар емес, су айдаһары. Ал біз обычный танк емес, мега танкпыз достар, мега. Қараңыздар достар, мә дейтін базар жоқ, мына дейтін. Кәдімге рахат алып жатырмын, 5 миллион очко жинап таппыз ғой, базар жоқ. Қайтадан 5 миллион очко жинап таппыз ғой. Кәдімге ойнап отыра беріп, мына дейтін ойынды үйреніп уже дейтін кәдімге смело ойнап білмей қаласың өзіңнің қанша очко жинап тағаныңды. Мә осындай гайкыбас, мына гайкыбас жаман ашуымды келтіріп тұр. Гайкыбас, әрі қарай тарт, немесе, в общем, ашуымды келтіреді ғой осы гайкыбастар. Медведь дейді, в общем, алып тасташы, ашуымды келтіріп жіберді ғой. Құры гайкыбас, ишак. Осындай гайкыбастардың кесірінен очко жинауымыз өте қиындап жатыр. Бауырым түсіп қоймас сен, мынау дейтін, артына қарамай. Бір гидраны әрең тартып жатыр достар. Пұтына түсіп қоймаса болды әйтеуір. В общем достар, әрең тартып алып келді ғой әйтеуір. Немесе тастап кетті бе, или ойыннан шығып кетті бе, бірден істеді ғой. Тартып алып келсе әйтеуір өзіне жақсы әйтеуір достар. Так, достар, енді бізде қызық басталды достар. 5 миллион 600 мың энергия достар. Енді бұл энергияны қайда қортамыз деген сөз. Енді бұл энергияны біз қазір жақсылап тренировка жасайтын боламыз. Денемізді қытырлатып, в общем достар, денемізді әрекеміз достар. В общем, мына принц кәдімгідей салмақ болып кеткен шығар достар, қалай ойлайсыздар? 9270 деген күште оңай емес достар, ол дейтін. Кәдімгідей мен деген бұл күшке жету үшін өздеріңіз көріп жүрсіздер, немесе көрмеген болсаңыздар, каналда бұлардың толық видеолары бар. Ең басынан бастап
толық видео бар достар. Егер де көргілеріңіз келсе каналға өтіп көріп кетіңіздер, немесе осы видеоның соңында қазір мен ссылка қоятын боламын, немесе қазір қойдым достар. Төбедегі ссылкаға өтіп ең бірінші видеом бұл дейтін достар. Осы ең бірінші видеоны көріп кетсеңіздер, әрі қарай каналға өтіп көріңіздер қалған видеоларды достар. Мен дейді осы 9270 энергия күшке жеткізу үшін кәдімгідей көп еңбектендім достар. Қаншама видео салдым бұл туралы. Так, біз енді көп сөйлеп, көп көпіріп отырып 8 миллион энергияны да жинап тастаппыз достар. Базар жоқ. 9 миллион, точнее. Славый медведь, гайка бас, славый. Славый құрай, мынау дейтін, қазір аяққа шыбатылады достар. Осы баланы өткен видеода мен мотивация берген болатын, осы балаға дейтін, енді бұл бала дейтін, в общем, мотивацияны алып алып, енді менің аяғыма шыбатылып жатыр, өте қатты ашуымды келтіріп жатыр. Бұндай адамдар менің ашуыма тиеді, себебі менің шыбатылып, энергия жинауыма кедергі келтіреді достар. Осымен енді бізде примерно 10 миллион энергия болады достар. Так, бізде 10 миллион энергия, керемет, 10 миллион энергия. Біздің секіргенімізді қараңыздаршы достар, қуаныштан деген кәдімгідей рахаттан секіріп отырмыз. Давайте тренировканы басайық достар. Денеміңді қытырлап, принц, бас тренировканы. Достар, біз дейтін тренировка басайын деп жатыр едім, қайтадан энергия жинау керек болып қалды ма? Так, қазір біз кішкене энергия жинап жүреміз да, сосын көреміз енді. Так, қараңыздар достар, өте қиын, бізге өте қиын деген, қиын деп бұл қиын достар. Так, енді біз дейтін бізде 10 миллион энергия ғой достар. 10 миллион энергияны қазір тренировка жасауымыз керек. Мен дейтін тренировка жасаймыз ғой достар. Давайте 11 миллион энергияға тренировканы басайық достар. Бас тренировканы, бас принц. Достар, міне 1 миллион ғана энергиямыз қалды. 9700, 9800 күш болды бізде. Примерно ол білмеймін енді 10 мыңға жете ма жетпей ма? Жетпейтін секілді достар менің ойымша. 9800 күш болды достар. В общем дейтін тренировка жасап жатқан кезде видео аяғына келіп қалды достар. Соңына дейін көрген достарымыз болса рахмет сіздерге достар. Төбедегі ссылкаға өтіп бірінші видеоны көріп кетіңіздер достар. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар, тіркеліп кетіңіздер достар. Мен сіздермен қоштаспаймын, тек келесі кездескенше деймін. Қош, сау болыңыздар достар.